Сәлеметсіздер ме 11 сынып оқушылары? 4-ші тоқсанның 1-ші тжб-сы балалар. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бізге берілген тапсырманың барлығын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада нанотехнологиялардың қолданыс аясын сипаттап жазыңыздар дейді. Нанотехнология техникада және де нанотехнология медицинада дейді. Екеуінің қолданылуын сипаттап жазуымыз керек балалар. Міне балалар, нанотехнологиялар сканерлейтін туннельді микроскоп, нанотүтікшелер, газды сақтауға қауіпсіз материал, өрт сөндірушілерге арналған ыңғайлы киімдер тігуде және басқа нанобөлшектер дәрілерді жасушаларға жеткізуге арналған мінсіз әдіс. Жаңа технологиялардың арқасында нанобөлшектер әртүрлі ауруларды емдеуге арналған ең көп тараған дәрілердің бірі. Инфрақызыл лазерінің жарығы тері арқылы өтіп, электрондардың резонансты тербелістерін тудыру арқылы наносфераларды қыздырады. Жоғары температуралы ісік жасушаларды өлтіреді, ал айналасында су жасушалар зақымданбайды деп жазасыздар балалар. Бұл бізде нанотехнологиялардың техникада және медицинада қолданылуы. Ары қарай балалар, екінші тапсырманың астында физикалық шамаларды сипаттамалармен сәйкестендіріңіздер дейді. Басында абсолют жұлдыздық шама мен көріністен жұлдыздық шаманың айырмашылығын жазыңыздар дейді. Мына жерде балалар қараңыздар, сәйкестендірейік. Ең алдымен жұлдыздың жарқырауы, бұл бізде бірлік уақыт ішінде жұлдыз бетінен шығарылатын энергия. Сонда біріншісі С болады. Екінші абсолют жұлдыздық шама, бұл бізде жерден 10 парсек қашықтықтағы жұлдыздың көрінерлік жұлдыздық шамасы, яғни 2А болады. Үшінші жұлдыздық шама, бұл бізде ұғымның алғаш рет біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда Гиппарх енгізген, яғни үшіншісі Д болады. Көрінерлік жұлдыздық шама, бұл бізде В болады, яғни аспан шырақтарының жасайтын жарықтарының өлшемі. Сонда жазып қояйық, мына жерге жазып қояйын. Біріншісі С болды, екіншісі А болды, үшіншісі Д болды, төртіншісі В болды. Келесі абсолют жұлдыздық шама мен көрінетін жұлдыздық шаманың айырмашылығы дейді балалар. Міне балалар, жаңа 2-дің астында біріншісі С, екіншісі А, үшіншісі, төртіншісі В дедік. Ал басында 10 парсек стандарт қашықтықтағы аспан шырағының жұлдыздық шамасын абсолют жұлдыздық шама деп атайды. Абсолют жұлдыздық шама көрінерлік жұлдыздық шаманың өзгешелігі шырақтардың физикалық қасиеттерінің жарқырауын сипаттайды. Абсолют жұлдыздық шама М, көрінерлік жұлдыздық шама кішкентай М әрпімен белгіленеді балалар. Осыны жазып қоясыздар. Бұл екінші тапсырманың басы. Келесі балалар, үшінші тапсырма. Көрінерлік жұлдыздық шамасы М тең 2 болатын жұлдыз 250 парсек қашықтықта орналасқан. Осы абсолют жұлдызды шамасын анықтауымыз керек балалар. Ең алдымен есептің берілгенін жазып аламыз. Есептің берілгенін жазып қойдым. Енді осыны сіздерге түсіндіре кетейін балалар. Абсолют жұлдызды шамасын табуымыз керек. Формуламыз жазып алайық. М азайтылған үлкен М тең 5 логарифм Д бөлінген 10. Осы формуладан балалар біз тауып аламыз абсолют жұлдыздық шамасын, яғни үлкен М-ді тең М азайтылған 5 логарифм Д бөлінген 10 болады екен, табатын болсақ. Енді осының орнына қоямыз ары қарай. Сонда 2 азайтылған 5 логарифм 250 бөлінген 10. Сонда 2 азайтылған 5 көбейтілген 1,4 болады. Сонда бізде минус 5 болады екен балалар. Абсолют көрінерлік шамасы. Сонда жауабы М тең минус 5.
Ары қарай төртінші тапсырмада күннің абсолют шамасы м тең плюс 4,8 м, оның көрінерлік жұлдыздық шамасын табыңдар. Күнге дейінгі қашықтық 150 миллион километр деп есептеңдер дейді балалар. Міне балалар, есептің берілгенін жазып қойдым. Осыны ары қарай шығарып көрсетемін мен сіздерге. Бұл төртінші есебіміз. Формуламызды жазып алайық. Абсолют көретін шама м қосылған 5 азайтылған 5 r. Енді осы жерден кішкентай м табатын болсақ, м тең м азайтылған 5 қосылған 5 r. Енді бұл жерде бізде балалар 150 миллион километр дегенімізді айналдырып алайық. 150 миллион километр дегеніміз бір абсолюттік бірлікті береді. Сонда r-дің мәні жоқ. R-ді тауып алсақ, r тең бөлеміз. Бір абсолюттік бірлікті бөлеміз 206.265-ке. Осында r-дің мәні бізде осыған тең. Енді орнына қоямыз. m тең 4,8-ден азайтамыз 5-ті қосамыз. 5 бөлінген бір абсолюттік бірлікті 206.265-ке бөлеміз. Сонда балалар, қосып азайтып бөлген кезімізде жауабы минус 26,8 шығады екен. Жазып қойыңыздар. Жауабы м тең минус 26,8. Бұл бізде төртінші есеп балалар. Ары қарай келесі бесінші. Күн сәулесінің спектрін анықтау барысында оның энергетикалық жарқырауының спектрлік максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығы 500 нанометр дейді. Күнді абсолют қара дене есептеп, абсолют температурасын анықтаңыздар дейді балалар. Есептің берген жазып қойдым. Ары қарай түсіндіріп көрсетейін сіздерге. Нанометрді ең алдымен метрге айналдырып аламыз, қабыршаққа келтіріп аламыз. Сонда 500 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі метр болады. Енді формуламызды қортайық. Тең в бөлінген т. Осы жерден т-ны табатын болсақ, т тең в бөлінген т. Енді орнына қояйық. Т тең 2,9 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі метр көбейтілген кельвинді бөлеміз 500 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі метрге. Сонда 0,1058 көбейтілген 10-ның 12 дәрежесі кельвин шығады екен. Біз оны 5,8 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі кельвин деп алсақ болады. Сонда жауабы т тең 5,8 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі кельвин шығады. Ары қарай балалар, 6-шы тапсырмада жоғарыда берілген 4 тапсырманың мәліметтерін қолдана отырып, абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауын анықтаңыздар дейді. Энергетикалық жарқырауын анықтаймыз. 6-шы тапсырмада балалар, есептің берілгенін жазып қойдым. Сонда r табуымыз керек. R тең көбейтілген т-ның 4 дәрежесі. Енді осының орнына қоямыз. 5,67 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі ватт бөлінген метр квадрат көбейтілген кельвиннің 4 дәрежесін көбейтеміз. 5,8 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі кельвиннің 4 дәрежесіне. Сонда тең 64 көбейтілген 10-ның 30 дәрежесі ватт бөлінген метр квадрат шығады балалар. Сонда жауабы r тең
64 көбейтілген 10-30 дәрежесі ватт бөлінген метр квадрат. Ары қарай 7-ші тапсырмада суретте Гершпрунг-Рассел диаграммасы бейнеленген дейді. Қараңыздар суретті. Осы А тапсырмасында төменде көрсетілген 5 тұжырымнан дұрыстарын анықтап дөңгелектеп белгілеңіздер дейді балалар. Міне дұрыстарын анықтап белгілеуіміз керек бала. Бұл жерде дұрысы бізде А және де 2-ші және 5-шісі дұрыс. Яғни алыптардың жарықтығы күннің жарықтығынан 10.000 есе көп және негізгі тізбекте жұлдыздардың шамамен 90% орналасқан. Осы екеуі дұрыс. 8-ші тапсырмада бақылаушыдан алыстап бара жатқан галактиканың сәулелену спектрлеріндегі қызыл ығысу 0,3. А тапсырмасында галактиканың бізден галактикамыздан алыстау жылдамдығын анықтаңыз дейді. Б тапсырмасында оған дейінгі қашықтықты анықтаңыздар дейді балалар. Бұл бізде 8-ші тапсырма. Есептің берілген жазып қойдым, ары қарай түсіндіріп көрсетейін сіздерге. Б жылдамдықта болады. Бірінші Б тең С көбейтілген деген формуланы саламыз. Сонда 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі метр бөлінген секундты көбейтеміз 0,3-ке. Сонда бізде 9 көбейтілген 10-5 дәрежесі метр бөлінген секунд шығады. Келесі Д табамыз. Д тең жылдамдықты бөлеміз қалыс 0. Сонда 9 көбейтілген 10-5 дәрежесі метр бөлінген секундты бөлеміз 2,3 көбейтілген 10-18 дәрежесі 1 дәрежесі. Сонда бөлген кезімізде 3,9 көбейтілген 10-23 дәрежесі метр шығады. Жауабы В тең 9 көбейтілген 10-5 дәрежесі метр бөлінген секунд. 3,9 көбейтілген. Ары қарай 9-ші тапсырмада 9-ші тапсырмамыз бен 10-ші тапсырмамыз қалды. 9-ші тапсырмада үлкен жарылыстың жалпылама теориясы бойынша әлемнің эволюциясының 4 негізгі кезеңдерін жазыңыздар дейді балалар. Бірінші кезеңі бізде андронды, екінші лептон, үшінші фотонды, төртінші бізде жұлдызды. Осы 4 негізгі кезеңі балалар. Міне балалар, андронды, лептон, фотонды, жұлдызды деді. Енді Б тапсырмасында 1917 жылы Эйнштейн, 1717 жылы Вильям де Ситтер, 1922 жылы Фридман. Эйнштейн әлемдік кеңістік біртекті және изотропты материя орта есеппен біркелкі тараған материялардың гравитациялық тартылуы әмбебап ғарыштық тебілумен толықтырылады деп болжады. Ал Ситтер кеңею процесі өте үлкен қашықтықта ғана байқалады деп тұжырымдады. Ал Фридман қазіргі кезде қабылданған әлемнің пайда болуы мен эволюциясының космологиялық мәселесінің шешімін ұсынды балалар. Бұл бізде 9-ші тапсырманың Б-сындағы жауабы балалар. Ары қарай балалар, соңғы 10-ші тапсырмамыз оқушымыздың тығыздығын анықтау барысында төмендегідей мәліметтерді алған. Массамыз М500, ұзындығы L100, ені 20, қалыңдығы 0,130. Төмендегі формуланы қолдана отырып, П тең М бөлінген УЛТ, осы алюминийдің тығыздығын анықтаңыз, өлшеуіштің салыстырмалы қателігін анықтаңыз, және де сында өлшеудің абсолют қателігін анықтаңыздар деген екен балалар. Міне, мен есепті толығымен шығарып қойдым, сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл 10-шы соңғы тапсырмамыз. Берілгендерін жаздық, айтқан формуласына салып шықтық балалар. Сонда бізде ро тең болды 8,3 көбейтілген 13 дәрежесі килограмм бөлінген метр кубқа. Екінші
формуламызды қорытып жаздық. Үшіншісінде с-сында да формулаларымызды қорытып жаздық балалар. Бұл бізде соңғы 10-шы тапсырмамыз. Балалар, осымен ТЖВ-ның барлығын орындап аяқтадық. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.